жоқ, сіз айттыңыз ғой маған жазға алып деп айттыңыз ғой. Шын 15-іне, короче, Дубайға шашты ғой. Міне, Алматы. Қаттамасын. Тілек просто қатты Дубайға барғысы келді. Сүймейсің ба менің бетімді? Негізі мен әперіп жатырмын ғой, мені сүйе берексіздер ма? Мен шын Так, бәрі сені жамандап жатыр ғой. жаман дейсің. Неге? Сондай просто қатты атақты болып кеттім осыны жаман жатыр. Давайте 15-іне салам алейкум ой деңіз. Өзің тағып жібере салың. Келмесе, ровно картинка. Я. Вот это да. Қазір алтынмен жинау керек ақшаны. Мен өзім алтын жақсы көретін болғаннан кейін, қыз келіншектердің барлығына мен алтын сыйлауды жақсы көремін. Так что мен қызыма алтын сақина. Красиво. Вот это да. Классно Мен енді түркіндемін ғой, короче, бүгін 6-ларда ояндым да, оянсам жанымда балам жоқ. Мамалар баланы алып кеткен. Сөйтіп қарайды да, қайтадан әкеліп тастайды, емізеді, кетіп қалады. Қайтадан емізуге алып келеді, қайтадан кетіп қалады. В общем, сөйтіп мен тұрдым, представляете, завтрак дайын. Потом артынан кейін жинамайсың. Это так прекрасно. Жизнь прекрасна болып жатыр қазір. Бірақ ертең уже қайтадан өзімнің үйіме қайтам. В гостях хорошо, дома лучше деп. Қайырлы кеш, баршаңызға қалайсыздар? Бүгін маған эфирде осындай күшті бір кісі келді. Бейтаныс жаннан осындай хатымен: мен сенің жаныңдамын әрдайым депті. Почеркасына қарасам бір пысық жігіт сияқты ғой енді. Рахмет көп, Алла разы болсын. Қанып қалдым, шынымен маған еще осындай күндер қатты ұнайды. Сырты оралмаған деген сияқты ше, живой болып тұрады да, сондай заттарды қатты жақсы көремін. Өте қатты ұнады. Еще Ахроза тоже күшті екен. Рахмет көп. Еще қараңыздар, қолдаушылар маған бүгін осындай жұма сыйлығымды жүрген екен. Әрдайым осылай тілектерімен ерекше сыйлықтар беріп тұрады. Бұл жол осындай құртпен күшті мармеладка беріп. Рахмет, Алла разы болсын. Мен онда ашық құрт жақсы көремін. Как раз тамам ауырып тұрған еді ше, күшті бұл тұзды нәрсе жегім келеді ғой. И тәттімде чай ішетін боламын. Рахмет көп. Қолдаушыларыма Алла разы болсын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мені теледидардың ар жағынан ғана көрсеңіздер де сондай прям өз қыздарыңызда, өздеріңіздің туғандап келеміз қыздар. Кейбір тәтелер прям өзінің подругасы сияқты жақсы көріп жатады. Мені рахмет, Алла разы болсын. Мен сіздердің барлық жақсылықтарыңызды жүрегіме әрдайым сақтаймын. Открыткаларыңызға шейін мен білесіздер ғой, қалай жинап қоямын.